Құрметті көрермендер, талантымен танылған тұлға Фариза Оңғарсынова атты жобамды қабыл алыңыздар. Талантымен танылған тұлға Фариза Оңғарсынова, қазақ ақыны, халық жазушысы, журналист, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің бірінші және екінші шақырылымдарының депутаты Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 25 желтоқсанда Гурьев, қазіргі Атырау облысы, Новобогат ауданы қарасты Манаш ауылында туған. Әкесі Иманғалиев Оңғарсын, анасы Иманғалиева Қалима, ұлдары Анвар, Алмас, келіндері Ана Раида, немерелері Анелия, Алан, Анита, Ахметжан, Аслан, Алсу. 1961 жылы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтының тіл әдебиет факультетін бітіріп, Балықшы ауданының Еркінқала, Октябрьдің 40 жылдағы қазақ орта мектептерінде мұғалім болып жұмыс істеген. 1970-1978 жылдары Республикалық Қазақстан пионері, қазіргі Ұлан журналының бас редакторы, 1978-2000 жылдары Пионер, қазіргі Ақжелкен журналының бас редакторы болып істеді. Алғашқы өлеңдері баспасөз беттерінде 1978 жылдан бастап шыққан. Әр жылдары 20-дан астам өлеңдер жинақтары, очерктері, таңдамалы шығармалары, біздің Камжат повесі аудармалары, жазушы Жалын, Молодая гвардия баспаларынан жарық көрді. 1967 жылы «Бұлбұл» деген атпен тұңғыш жыр кітабы жарық көреді. 1984 жылы «Үйім менің отаным», Маңғыстау монологтары, «Революция және мен» өлеңдері топтамалары үшін Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Орыс туысқан республикалар ақындарының, Чили ақыны Неруданың жырларын, кейбір драмалық шығармаларды қазақ тіліне аударған. Фариза Оңғарсынова ешкімге ұқсамайтын дара талантымен танылды. Фариза Оңғарсынова біздің заманымыздың биік үлгідегі ақыны болып қалды. Қазақтың өр мінезді, асқақ рухты ақын қызы Фариза Оңғарсынованың жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады.